Саламатсыздар ма 6 сынып оқушылары? Бүгін бізде 8-ші сабақ. Өткен үй тапсырмасына 51-ші есепті берген болатынмын, оқу тапсырмасына. Қазір соны шығарып көрсетемін. Сосын жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақ болғанда да есептер шығару сабағы. 51-ші есепті түсіндіруді бастайын. Біріншісі 51 өзі екі есептен құралған. Бірінші есепті бірінші шығарып алайық. 700 грамм йодтың спирттегі ерітіндісіне йод 119 грамм дейді. 700 грамм йодта, йод спиртінде йодтың құрамы 119 екен. Ерітіндідегі йодтың концентрациясы неше процент дейді. Бұл кәдімгі процент сияқты таба саламыз. 119-ды 700-ге бөлеміз. 119-ды 700-ге бөлеміз, 100%-ға көбейтеміз. 100-бен 700 қысқарады, 100-ге мынаған 1-ден, мынаған 7-ден болады. Сондай ма? 119-ды 7-ге бөлсек, 17 болады. 17%. Жауабы, дейсіздер, ерітіндідегі йодтың концентрациясы 17%, 17% деп жазсаңыздар болады. Түсінікті ғой? Осылай жазу керек еді. Үй тапсырмасы, оқу тапсырмасы. Екіншісін орындайық. 200 грамм тұзды су ерітіндісінің 56 граммы тұз. Тұзды су ерітіндісіндегі тұздың концентрациясы неше процент? Тура осыған ұқсайтын есеп. 56 грамм тұзды жалпы 200-ге бөлемін. 200 граммға. Сосын оны көбейтемін қаншаға? 100%-ға. Тең. 100-бен 200 қысқарады, 100-ге 1, мынаған 2-ден. 56-ны 2-ге бөлсек, 28%. Бұған да жауабы, мына жауабы деп жазу керек. Өйткені соңғы не екендігін мен білуім керек, қайсы жауап екен. Жауабы жазамыз. Тұзды су ерітіндісіндегі тұздың концентрациясы 28% деп жазу керек. Сол кезде дұрыс болады. Сол кезде мен дұрыс деймін. Мынау жазылмаса қате болып кетеді. Есепті былай шығарып қойғанмен кейбір оқушылар жауабын жазбайды. Жауабын жазыңызда, сол кезде дұрыс деп есептеймін. Сонымен бүгін тақырып 8-ші, екі санның проценттік қатынасын табуға есептер шығарамыз. Есептер жалғасады. Есептер тура сол тақырып бойынша. Бүгін енді В. Кеше біз А деңгейінің есептерін шығарған едік. Бүгін В деңгейінің есептерін шығаратын боламыз. 54-ші есеп. 5 килограмм 100 килограммның қанша проценттік қатынасы дейді. 5-ті не істейміз? 100-ге бөлеміз, мына 100-ге. 5-ті 100-ге бөлеміз, сосын 100%-ға көбейтеміз. 100-бен 100 қысқарады, 1, тең 5%. Бірінші есебін шығардым. Екінші есебі. 6-ны 30-ға бөлу керек. 6 тоннаны 30 тоннаға бөлу керек. Сосын қаншаға көбейтеміз? 100%-ға көбейтеміз. Тең. 100-бен 30 қысқарады 10-ға. Мынаған 10-нан, мынаған 3-ден тиеді. 6-мен 3 қысқарады 3-ке, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден тиеді. 2-ні 10-ға көбейтсем 20%. Сонда екіншісінің жауабы не екен? 20% екен. Үшіншісі. 4,5-ті 30-ға қатынасын тауып, оны 100-ге көбейтуім керек. 100%-ға көбейтуім керек. 30-бен 100 қысқарады. Мынаған 10, мынаған 3. 4,5-ті 10-ға көбейтсем 45. 45-ті 3-ке бөлеміз. Мына жерде пайыз белгісі бар әлі. 45-ті 3-ке бөлсек 15 болады. 15%. Үшіншісі осылай шығарылады екен. Төртіншісі. 2,8 бөлінген 7 көбейту 100. Пайыз. Әйтпесе бұлай есептесеңіздер де болады. Калькуляторды ашып 2,8-ді 100-ге көбейтесіздер бірінші. Сосын барып 7-ге бөлесіздер. 40% шығады. 40% екен төртіншісінің жауабы. Бесіншісінің жауабын да осы таба салайық. 1,2-ні 100-ге көбейтеміз, бөлеміз 6-ға. 20%.
20%. Алтыншының жауабы 9,6-ны көбейтіп 100-ге бөлу керек 24-ке 40%. Алтыншының жауабы 40% болды. Бірақ та сіздер мынаны жақсылап әдемілеп жазасыздар. Так, 54-ші есеп осылай шығарылады. 55-ші есеп көтейік. Заттың алғашқы бағасы 1200 теңге, оның арзандатылған бағасы 1020 теңге болды дейді. Зат неше процентке арзандатылды деген екен. Енді бұл жерде оқушылар қателесіп кетпеу керек. Қазір біз 1020-ны 1200-ге бөліп 100-ге көбейтсек қате сан шығады. Өйткені біз зат неше процентке арзандаған дейді. Бірінші неше теңгеге арзандаған біліп алуымыз керек. Басында ол 1200 теңге еді. Қазір ол қанша болды? 1020 болды. Яғни 1200-ден 1020-ны мен азайтып алайын. Сонда қанша теңге шығады? 180 теңге шығады. Сонда ол қанша теңгеге арзандаған? 180 теңгеге арзандаған. 180 теңгеге ол арзандаған екен. Ал енді міне қателеспесек болады. 180 теңгеміз осы 1200-дің қанша пайыз екенін тауып алу керек. 180-ді 1200-ге бөліп қанша көбейтеміз? 100%-ға көбейтеміз. Осы жерде қателесіп кетпеңіздер. Тең. Енді 180-ді 100-ге көбейту керек. 180 көбейту 100 бөлінген 1200-ге. 15. 15%-ға арзандатылған екен. Түсінікті ма? Жауабы зат 15%-ке арзандатылды деп жазасыздар. Кетті. Екіншісі, бұйымның алғашқы бағасы 1500 теңге еді. Оның қымбаттаған бағасы 1710 теңге болды. Бұйым неше процентке қымбаттады дейді. Бұл жерде ағай 1500-ді 1710-ға бөліп 100-ге көбейтсек шығатын шығар деп ойлайтын оқушылар қателесесіздер. Өйткені қымбаттатқан бірінші қанша теңгеге қымбаттағанын табуымыз керек. 1710-нан азайтамын нені? 1500-ді. Сонда қанша теңгеге қымбаттағаны шығады? 210 теңге, 1710-нан 1500-ді азайтсақ 210 шығады. Енді 210-ымыз 1500-дің, 1710-ның емес, 1500-дің қанша теңгесі? Негізінде алғашқы бағасы осы еді, 1500 еді. 1710-ның процентін таппаймыз, мынау 1500-дің процентін табамыз. Яғни 210-ды 1500-ге бөлеміз. Сосын оны көбейтеміз қаншаға? 100-ге. 2-0 мен 2-0 қысқартып жіберсек болады. 210-ды 15-ге бөлу керек. 210 бөлінген 15. 14 болады екен. Мына жерде пайыз белгісі бар, қалып кетіпті. 14% шығады. 14%. Міне, 55-ші есепті осылай шығарады екенбіз. Жауабы бұйым 14%-ке қымбаттады деп жазасыздар. 59-ші есеп. А және В зауыттары шаң сорғыштар дайындайды. Мынау А деген үлкен зауыт болсын. Нелері көп. Мұндай түтін шығатын несі бар. Мынау Б зауыты болсын. Зауытта мынау үлкен зауыт. Түтін шығатын нелері болады. Ал тексеру кезінде А зауытының дайындаған 450 шаң сорғышының 18-і. В зауыты дайындаған 650 шаң сорғыштың 13-і жарамсыз болып шықты. Қай зауыттың өнім сапасы жоғары? Неше процентке жоғары дейді. Өнім сапасы. Өткен тақырыптарда біз өнім сапасын туралы айтқан едік. Ол қаншауы бүтін шыққан. Егер 450, А-ның 450-нің 18-і жарамсыз болса, 450-дің 18-і жарамсыз болса, жарамдысын қалай табамыз? 450-ден азайтамыз осы 18-ді. 450-ден 18-ді азайтсақ, жарамдысы шығады. 432. Енді өнімділікті табу үшін осы 432-ні 450-ге бөліп қатынасын. 432-ні 450-ден қатынасын 100%-ға көбейтуіміз керек. Сол кезде оның жарамдылық проценті шығады. Өнім сапасы шығады. Так, 432 көбейту 100 бөлінген 450. 96% екен. Мынау А зауытының өнімділік пайызы 96% екен.
яғни 96 100%-ға дұрыс шығармайды, 96%-ға шығарады. 100%-ға болса, осы 450-дің 450-де дұрыс болу керек еді, жарамды болу керек. Бізден 18-і жарамсыз болып тұр. Жарамдысы 432, сонда 96% екен. Енді В зауытын табайық. 650-дің 13-і. Бірінші жарамдысын тауып алайық. 650, жалпы 650 шаң сорғыштың 13-і жарамайтын болса, жарамдысы 637 болады. Сондай ма? 637 болады. Енді осы 637, 650-дің қанша пайыз екендігін табуымыз керек. 650-ге қатынасын табамыз 637-ның, сосын оны 100%-ға көбейтеміз. Сонда бұның пайыздық өнім көрсеткіш шығады. 637 көбейту 100% бөлінген 650. 98 екен. Қайсы үлкен болды? В үлкен болды, я? В үлкен болды. Қай зауыттың өнім сапасы жоғары? В деген зауыттың өнім сапасы жоғары. В зауытының жауабы дейсіздер, В зауытының өнім сапасы жоғары. Неше процентке жоғары? 96 еді, 98. Қанша процент? 2%. Мына екеуінің арақашықтығы 2%. В зауытының өнім сапасы жоғары, 2%-ке жоғары деп жазасыздар. Түсінікті ма? Осылай шығарасыздар. Келесі есепке өтейік. 60-шы есеп. 700 грамм тұзды су ерітіндісіндегі су 574 дейді. Онда үлкен бочка бар. Мына тұзды су. Тұзды су. Қанша? 700 грамм. Жалпылама общий 700 грамм екен. Суы 574 грамм дейді. Мынаның суы 574 екен. Тұзы қанша болады сонда? Тұзы 700-ден 574 азайта салам. Тұз мына жаққа жазып қоя салайын. 700 азайтып 574 126 бола ма? 126 грамм тұз екен, 174 грамм су екен. Тұзды су ерітіндісінде тұз неше грамм? Тұз 126 грамм болды. Мен қателескен жоқпын ба? Калькулятор сала салайық. 700 азайту 524. Я, 126 шығады екен. Біріншісінің жауабы шықты. Тұзды су ерітіндісіндегі тұз 126 грамм. Екінші көктің жауабы. Тұзды су ерітіндісіндегі тұздың концентрациясы неше процент дейді. Тұздың концентрациясын табу үшін тұзды жалпыға бөліп, жалпыға қатынасын, сосын 100%-ға көбейтуіміз керек. 126 бөлінген 700 көбейту 100% тең. 126-ны 100-ге көбейтемін, бөлемін 700-ге. 18% шығады екен. Сонда жауабы не болды? Тұзды су ерітіндісіндегі тұздың концентрациясы 18%. Судың концентрациясы десеше, тұзды су ерітіндісіндегі судың концентрациясы десе, 574-ті 700-ге бөліп, 100-ге көбейтуіміз керек. 100%-ға көбейтуіміз керек. Бұның жауабы негіз 72 шығады. Бәстесеміз ба? Қазір көрейік. Сосын айтам не үшін 72 шығатынын, не үшін 72 шыққанын. 574, 82 дегенім 82. Кешірім өтінем, 82 шығады. 574 көбейту 100 бөлінген 700, 82 шығу керек. Көрдіңіздер ма? 82 шықты. Не үшін? Не үшін 82? Өйткені мұна тұзды су жалпы өз қанша процент болады? Жалпы барлығы 100% болады, 100 болады барлығы. Енді оның 18% тұз болса, 100-дің 18% тұз болса, қанша қалады? 82% қалады ғой, 82% ол су болады деген сөз. Осылай тапсақта болады екен. Мынаны 574 700-ге бөліп, 100-ге көбейіп жүргеннен тұзды тауып аламыз. Сосын жалпы 100%-дан тұзды алып тастасақ, не шығады екен? Судың проценті шығады екен. Түсінікті ма? Осылай есептесек те болады. Келесі есеп 61-ші. Концентрат, енді есепте қиын болады. Концентрациясы 30%, массасы 200 грамм қантты су ерітіндісіне дейді. Концентрациясы 30%, массасы 200 грамм қантты су ерітіндісіне 100 грамм таза су құйылды. Соңғы ерітіндідегі қанттың концентрациясы неше процент дейді. Енді бұны түсіну керек бірінші болып. Мынандай үлкен қорап болғанда шыны қорап бар. Ішіне
су құйған, сосын қант салған. Ол кезде жалпы несі қанша болған? 200 грамм болған. Мына қант пен су араласып жатыр мына жерде. Мына жерде қант пен су араласып жатыр. 200 грамм жалпылама. 200 грамм. Осының 30% дейді. Мынаның 30% қант. Концентрациясы 30%, массасы 200 грамм қант су, яғни қанты 30%. Енді 200-дің 30%-ын тауып алайық. Ол үшін қалай істейміз? 30%-ға көбейтеміз 200-ді. Сосын 100-ге бөлеміз. 100%-ға бөлеміз. Процентті осылай табатын едік қой, ә? 2-0 мен 2-0 кетеді. 2-ні 30-ға көбейтсек 60 шығады. Сонда 200 грамм қант судың 60 граммы ғана не екен? Қант екен. Қалған 140 граммы су екен. Мына жерде 140 грамм су, 60 грамм қант бар екен. Араласып кетті екеу, 200 грамм болды, 30% қант концентрациясы тұр бәрі. Енді не істейді? 100 грамм су құяды, мынаның ішіне тағы да 100 грамм су құяды. Сонда мына жерде жалпы қанша грамм болады? 200 ет басында. 100 грамм құйды, 300 бола ма? 300 грамм болады, иә? Бірақ та қант қанша ет? Қант 60. Тағы да қант қосты ма мынаның ішіне? Қантты қосқан жоқ. Қант осы 60 күйі тұр. 30% ет. Енді мына 60, мына 300-дің, мына ішіндегі 300-дің қанша пайыз екенін табуымыз керек. Оның үшін 60-ты осы 300-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Өзіміздің мына осы есептер сияқты 60-ты 300-ге бөліп 100%-ға не істейміз? Көбейтеміз. 100 бен 300 қысқарады, 1, 3. 60-ты 3-ке бөлсек 20%. Жауабы соңғы ерітіндідегі қанттың концентрациясы 20% дейсіздер. Басында ол 30% еді. Енді 20% болды. Не үшін? Өйткені су құйды ғой. Су құйған сайын бұның проценті төмендей береді. Қанттың проценті төмендей береді. Тағы да су құйса, тағы да төмендейді. Қант салса жоғарылайды. Қант салса жоғарылайды. Түсінікті ғой, ә? Процент. Осылай болады екен. Ал енді екінші есепті шығарайық. Бірінші есепті мына жерде неміз қалған жоқ. Место, орын қалған жоқ. Сондықтан мынаның бәрін өшіре салайын, былай. Өшіргішпен. Так, екінші есеп шамалы қиындау есеп. Екеуі де, бірақ та түсінуге болады. Оқиық. Массасы 800 грамм қорытпаның 60% мырыш. Қорытпаға 200 грамм мырыш қосылып, қайта қорытылды. Қорытпадағы мырыш неше процент дейді? Бірінші 800 грамм қорытпаның 60%-ын тауып алайық. 60%-ын тауып алайық. Оның үшін 60%-ға көбейтіп 100%-ға бөлуім керек. 100 бен 800 қысқарады, 8 болады. 8-ді 60-ға көбейтсек қанша болады? 480 грамм шығады. Сонда 800 грамм қорытпада 480 грамм не бар? Мырыш бар екен. Енді 200 грамм мырыш қосылды. Мынаған 200 грамм мырыш қосылды. Барлығы болып қанша болды? Барлығы болып 1000 грамм болды. Ал мырыш 480 грамм еді. 200 грамм мырыш қосылды. Енді мынаған қосылғанның барлығы қорытпа емес, тек қана мырыш қосылып жатыр ғой. Сондықтан 480-ге мына 200-ді қосамын. 680 болады. Енді 680-ді 1000-ға бөліп 100-ге көбейтуім керек. Соңғы кезде осы мырыштың концентрациясы шығады. Қорытпадағы мырыш неше процент екені шығады. Мына 2-0 мен 2-0 қысқарады. Мына 0 мен мына 0 қысқарады. Сонда 68% қалады екен. Есеп түсінікті ма? Қорытпадағы мырыш 68% болады екен. Басында ол 60% еді. Қазір 68 болды. Не үшін? Өйткені 200 грамм мырыш қосылып жатыр. Тек қана мырыш қосылып жатыр. Егерде қорытпа қосылғанда еді, енді басқаша болуы мүмкін еді. Бірақ та мырыш қосылғаннан кейін мырыштың несі деңгейі артады. Тура мынаған ұқсайды, бірақ керісінше де бұл. Сонымен 61-ші есеп бітті бізде. Енді үй тапсырмасы ретінде 56-шы есепті берем. Кестені сызасыздар оқу тапсырмасы ретінде. Кестедегі Б саны А санының неше проценті екенін табасыздар. Біріншісін үйретейін. 8 бен 32 тұр. 8-ді 32-ге бөлесіздер. 100%-ға көбейтесіздер. 8 бен 32 8-ге қысқарады, 4, 1. 100%-ды 4-ке бөлсек 25 шығады.
Сонда жауабы мына жерге 25 деп жазасыздар. Пайыз десеңіздер де болады, 25%. Осылай қалғандарын да есептеп шығарасыздар. 12-ні 7,5-ке бөлесіздер. Мына жерде уже пайыз 100-ден жоғары шығады. Мына жерде 100-ден төмен, 100-ден төмен, 100-ден төмен, 100-ден төмен сандар шығады. Осылай. Түсінікті ғой. Мына жерлерге кестені сызып, жазып, суретке түсіріп жібересіздер 6-шы ә сыныбы оқушылары. Сабақ түсінікті болса, есептер түсінікті болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз, комменттеріңіз өте маңызды, арнаның дамуына өте маңызды. Жақсы, қош, сау болыңыздар.